Сәлем Агро каналының тұрақты көрермендері. Бүгінгі видеомызда мен сіздерге бұқаларымыздың бордақысын 3-ші бөлімінде сіздерге қандай нәтиже болып жатқанын көрсетейін деп тұрмын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бірінші міне алдарыңызда тұрған дөнежін сиыр. Бұнда қазір жақсы нәтиже көрсетіп келе жатыр. Міне көргендеріңіздей, сиеміздегі жағында гәп жоқ. Сиеміз сиыр. 4 жасар сиыр. Қазір соғымға дайын. Міне көргендеріңіздей, еті барлық толық тақтай дейін. Сиеміздегі жақсы барлығы. Келесі бізде міне қасқа бұқа. Тұрғыз көрсетпей ақ қойын. Қазір барлығы жатыр, демалып. Түскі уақытында шөп жүр. 1,5 жасар бұқа бізде. Бұл да семіріп дайын болды соғымға. Жетісу облысы бойынша, Талдықорған қаласы бойынша алушылар болса, хабарласыңыздар. Телефон номерім 837 370 1100. Осы нөмірге хабарласып, бағасын біліп, сұрай аласыздар барлығын. WhatsApp-қа жаза аласыздар, немесе телефон көтерілмей жатса. Талдықорған маңында тұр бұлардың барлығы қазір. Мынау бізде құнажынымыз 1,5 жасар. Бұл да тойып темірген кезі. Барлығының күйі жақсы, сиеміз қазір. Мынау 2 жасар бұқа, 1,8 жасар. 1-2 айдан кейін 2-ге толады. Бұның да еті толып, барлығы дайын болды. Мынау бізде 1,5 жасар бұқа. Бұда қазір жақсы күйді. Семіріп, жақсы болып дейміз. Бұл бізде бордақымыздың нәтижесін береді, өзінің қалай жақсы бордақ қылып жатқанымыздың. Дәл осындай бордақы ұстаңыздар. Жемді сулап беріңіздер, шылап, және шөпті осындай жоңышқадан беріңіздер. Осылай түп қалдырмай жеп қояды барлығын. Сіздерге барлығын көрсетіп кетемін, қандай жем жейді барлығы. Осылай бордақымыз жүріп жатыр. Енді бұлардың барлығы сатылымға қойылады. Талдықорған қаласы бойынша, Талдықорған маңайынан болсаңыздар, хабарласыңыздар номерге. Алушыларыңыз болса, көз алдарыңызда бордақыланған малдар сиеміз. Қазір бұлар түскі суын ішіп алған. Осылайынан жатыр. Сағат 1-ден кетті қазір. Сағат 12-лерде суын ішкен барлығы. Асты кебу болсын деп, астын арнайы осындай қорда сеуіп қоямыз барлығына. Асты жұмсақ, жылы болса, мал жақсы семіреді. Және тұяқ айырма болмай, осылайынан біргелікті бордақыланып жатыр. Ол бізде 2 жасар бұқа. Ең бірінші аткормға осы бұқа кірді. Одан кейін ана бұқа, сосын мына бұқа. Құнажын мен мынау бірге кірген. Мынау да бірінші кірген. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бізде осындай бордақы жүріп жатыр. Қызығушыларыңыз болса хабарласыңыздар. Бағасына келісіп жатсақ, сатып алсаңыздар болады.